بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Негізінен Аллах Таала бізге Құранда мындай бір аятты айтты. Я юхалладина аману иттақуллах. О иман келтіргендер, Аллахтан қорққыла. Ең біріншілі Аллах Таала бізге имандыларды Аллахтан қорқуды шақырды. Егерде біз Аллахтан қорқсақ, тақуашылық тылысақ, Аллах бізде ар жерде қаяқта ол бөлік. Аллах та бізге ар жерде бізге берекесін береді. Үйде осақтағы, гөлде осақтағы, сапарда осақтағы, тоуда осақтағы, қаяқта ол бөлік біз тақуашылық менен дайыма бірге болуш керекпиз. Андықтан Аллах Таала Құранда айтады: Тазавваду фаинна хайраз зади тақуа. Өзіңердің азығыңарды дайыма алып жүргіле. Ең жақсы азық бұл тақуашылық деді. Кейбір адамдар балким ажыға барғанда, умра барғанда осы жерде ғана тақуа болады. Бирок башқа жерлерде анын тақуашылығы кетіп қалышы мүмкін. Аллах Таала айтты: Я юхалладина аману тақуллаха. Аллахтан қорқула. Ва қулу қаулан садида. Жана өзіңердің чечкимдүү, чынчыл, ақиқат сөзіңерді сөйлөгүлө. Юслих лакум а'малакум ва яғфир лакум зунубакум. Ошондо гана амалыңарды, ишиңерди ишке ашырат, жана күнөөңөрдү кечирет. Ва юти Аллаха ва расулаху фақат фаза фаузан азима. Ким Аллахка жана анын элчисине баш ийген болсо, ал улуу жеңишке жетишкен дейт. Караңыздар бұл аятта. Бұл аятта биринен пайда табабыз. Аллах бизди тақуашылыкка үндөп жатат. Айтты. Экинчиден, жакшы сөздү, чынчыл сөздү сүйлөөнү. Эң жакшы сөз бул ла илаха иллаллах. Келимат тайып. Андан кийин амалыңарды оңдойт дейт. Демек, иман бул жерде жүрөк менен, дил менен, амал менен болуп жатат. Андан кийин биздин күнөөлөрүбүздү кечирет ошондо. Эгерде иманыбыз тилибиз менен айтсак, жүрөгүбүз менен ошону тастыктасак, жана амалыбыз оңолгон болсо, күнөөлөрүбүз кечирилет. Андыктан пайгамбар алейхиссалату вассаламды толук элчүү менен ким Аллахка жана элчисине баш ийген болсо дейт, ал улуу жеңишке жетишкен. Караңыздар, азыр көп адамдар шайтанга баш ийип жатат, же напсысына баш ийет. Бирок Аллах жана элчисине баш ийүү бардык эле мусулмандардын колунан келе бербейт. Ошон үчүн келиңиздер, Аллахтан корколук, Аллахка баш ийелик. Эс алып жүрсөк дагы, каякта болбосок дагы, дайыма тақуачылыктын азыгын алып жүрөлү. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.